Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Асан Фазылбекұлы. Мен өз каналымда сіздерге химияны оңай әрі түсінікті түрде жеткізетін боламын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Біз бүгінгі сабағымызда химияның негізгі заңдарын қарастыратын боламыз. Жалпы химия саласында сандық заңдар кеңінен қолданылады. Олардың негізгі 6 түрін айта кетейік. Біріншісі зат массасының сақталу заңы, екіншісі құрам тұрақтылық заңы, үшінші эквиваленттер заңы, төртінші Авогадро заңы, бесінші еселік қатынастар заңы және алтыншы газдардың көлемдік қатынастар заңы. Осы айтылған 6 заңның барлығы дерлік атом молекулалық ілімге негізделеді. Химия ғылымына сандық зерттеу әдістерін 18 ғасырдың екінші жартысында Ломоносов енгізе бастаған болатын. Кез келген заттар атомдардан тұрады. Олар өз кезегінде әртүрлі болып кездеседі. Мысалы, кез келген элементті алайық. Көміртек, азот, оттек. Осылардың әрқайсысы жеке-жеке атом болады. Және өздерінің физика-химиялық қасиеттерінде айырмашылықтар болады. Жалпы атом дегеніміз элементтің немесе қандай да бір заттың химиялық қасиетін сақтап тұратын ең кіші бөлшегі болып табылады. Атомдар өзара әрекеттесіп молекула түзеді. Ал молекулалар өз кезегінде бір атомда, екі атомда, көп атомда немесе полимерлі болып кездеседі. Соған сәйкес атомдар өзара әрекеттесу арқылы көптеген заттар түзе бастайды. Енді біз заңдардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Бірінші, зат массасының сақталу заңы. Атом молекулалық ілім тұрғысынан қарағанда, реакцияға қатысқан заттардың құрамында қандай атомдар қанша мөлшерде болса, реакция нәтижесінде шыққан заттардың құрамында сондай атомдар сонша мөлшерде болады. Яғни, бастапқы заттардың атом саны реакция нәтижесінде түзілген заттардың атом санына тең болады. Екінші, құрам тұрақтылық заңы. Алыну жолына қарамастан, кез келген химиялық қосылыстың сандық құрамы бірдей болып келеді. Қосылыс құрамына кіретін элементтер массаларының қатынасы тұрақты. Бұл заң тек газ және сұйық түрдегі заттарға қолданылады. Ал қатты күйдегі заттардың қасиеттері бұл заңға негізделмеген. Себебі кез келген қатты заттың кристалл құрылысында атоммен толтырылмаған бос қуыстар, басқа элементтердің атомдық қоспалары, идеалды құрылыстан ауытқуы байқалады. Үшінші, эквиваленттер заңы. Бұл заң химиялық заңдардың негізгі бір түрі болып табылады. Эквивалент екі элементтің немесе екі заттың бір-бірімен қалдықсыз әрекеттесетін тең мөлшерін көрсетеді. Элементтің эквиваленті дегеніміз сутек атомдарының бір молімен әрекеттесетін немесе оны қосылыстан ығыстырып шығаратын мөлшері. Төртінші, Авогадро заңы. Бірдей температурада және қысымда әртүрлі газдардың бірдей көлемдеріндегі молекулар саны бірдей болады. Авогадро газ тәрізді жай заттардың молекулалары екі атомнан тұрады деп көрсетті. Мысалы, әртүрлі газдардың қалыпты жағдайда алатын көлемін есептейік. Тәжірибе бойынша 1 литр сутектің массасы 0,9 грамм, 1 литр оттектің массасы 1,43 грамм және 1 литр азоттың массасы 1,25 граммға тең болады. Газдардың әрқайсысының молінің массасын 1 литрдегі массасына бөліп, қалыпты жағдайда олардың бірдей көлем алатынын табамыз. Сонымен, кез келген газ молі қалыпты жағдайда 22,4 литр көлем алады. Бұл көлемді газдардың мольдік көлемі деп атайды. Бесінші, еселік қатынастар заңы.
Еселік қатынастар заңы бойынша екі элемент бір-бірімен бірнеше молекулалық қосылыс түзетін болса, онда бір элементтің екінші бір элементтің масса бірлігіне келетін массаларының қатынастары бүтін сандардың қатынасындай болады. Ал құрылымы молекула емес қосылыстар үшін олардың құрамына кіретін элементтердің бірінің екінші элементтің белгілі бір массалық бөлігіне келетін мөлшерінің өзара қатынасы бөлшек сандар қатынасындай болуы мүмкін. 6. Көлемдік қатынастар заңы. Реакцияға қатысқан газдардың көлемдерінің реакция нәтижесінде түзілген газдардың көлемдеріне қатынасы кіші бүтін сандардың қатынасындай болады. Мысалы, екі көлем сутек бір көлем оттегімен әрекеттескенде екі көлем су буы түзіледі. Бұл сандар реакция теңдеуіндегі стехиометриялық коэффициенттермен сәйкес. Бұл заң 1808 жылы ашылды және біріншіден молекулалардан да кіші бөлшектердің бар екендігіне дәлел болды. Екіншіден, бұл заңның ашылуына Авогадро себепкер болды. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Егер осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен, Асан Фазылбекұлы, келесі сабақта кездескенше.